егер сізге осы сабақ басынан аяғына дейін қазақ тілінде түсінікті болса, лайк басып, каналымызға тіркеліңіз. Болмаса, түсініксіз, яғни түсініксіз жерлері болса, комментарийға қай жерін түсінбедіңіз, соны жазыңыз. Міне, осы менің бүгінгі сабаққа деген сіздерге шартым. Біз өмірде осы сияқты көптеген шарттар қоямыз өзімізге, басқаларға, және соған байланысты біз шешімдер қабылдаймыз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз Python тілінде, жалпы программированияда шарттарды жаза білу және соған байланысты шешімдер қабылдатуды үйрету. Менің атым Аслан Мұсаев, Chicago KZ каналына қош келдіңіздер. Ал енді бүгінгі сабағымызды біз жаңа жұмыс істеу ортасынан бастаймыз. Бұл katacoda.com деген веб-сайт. Бірақ сіздерге қысқаша ғана мен бұл жұмыс істеу орындарын қалай табатынымды көрсете салайын. Ол өте оңай. Мен кез келген бір поисковикқа келем, браузерға келем де, мына сөзді іздеймін. Мен жазам Python 3 Playground. Біздің үйреніп жатқан Python 3, әдәңе Playground дегеніміз, ол жай ойнайтын орта болып есептеледі. Мен соны интер басам, Playground. Міне мұнда көптеген Python Playgroundтар онлайн көп. Мысалы, мынау әртүрлілер бар. Мысалы, осы күнге дейін біз істеп жүрген веб-сайттар REPL.IT деген. Осында болу керек бір жерде. Trinket бар. Бірақ барлығын мен түрлерін қарап шықтым, ашып, маған мынау біздің күнделікті қолданып жүрген, осы сабақтарға дейін қолданған ортамыз, сіздерге өте таныс болып табылатын шығар. Енді, бірақ мен жаңа жұмыс ортасын бастауым себебі, бұл веб-сайттар, мысалы, бүгін бар, ертең жоқ болып қалуы мүмкін. Сондықтан жай ғана жаңа тағы бір қару-жарақ, белімізге тағы бір қару-жарақ байлап алайық дегендей ғой. Ал енді сабағымызды біздің жаңа жұмыс істеу ортасымен танысуды бастайық, жалғастырайық. Міне katacoda. Өздеріңіз көріп отырғандай 3 бөлімнен тұрады. Сол жағы, мына жоғарғы оң жағы, төменгі оң жағы. Мен мына сызықшаны солға жылжытайын. Себебі мына сол жағындағы бөлігі бізге тек қана мына Python app.py дегенді басу үшін ғана керек. Енді мынау терминал деп аталады. Біздің алдыңғы веб-сайтта қарағанда ол shell әрқашан дайын тұрды. Бірақ біз мына терминалды Python деп жазсақ, ол бізге Python shellді ашып береді. Мұнда Python 3.6. Ал енді біз өзіміздің шарттарымызды жаза алсақ, бүгінгі сабаққа байланысты, сол үшін емірші біз өзіміз білетін variable жазайық. Varға біз есім дейміз, адамның есімі. Есім тең, мысалы, Данияр дейік. Данияр дейміз да. Енді біз шарт жазамыз. Қараңыздар, шартты өзіміз алдында өткенде, мына жақта сіздерге ерекшелеп жазып қойдым. If, қазақша аударғанда егер. Бұл Python тілі кәдімгі адамның тілі сияқты болғандықтан, жаңағы 6 жастағы балалар да үйрене алады деп айттық қой. Соны, мысалы, жазайық. If дегеніміз егер, есім, есім деген біздің var, алдында мында жазып қойдық. Ол есім деген Данияр екен біледі. Егер есім is дейді. Is дегеніміз, жаңағы my name is дейді ғой, Аслан. Егер есім деген Даниярға тең болса, яғни Данияр болса, тырнақшаға аламыз, не істейміз? Қос нүкте қоямыз. Осы біздің шарттан кейін қос нүкте қоямыз да, біз осы Pythonға істеу керек, не істеу кереккен айтамыз. Яғни мына схеманы көрсете жүрейін. Емірше біз шарт жасаймыз, өзіміз шартымызды қоямыз. Егер сен той жасамасаң, мен саған үйленбеймін деген сияқты. Егер шартымыз қоямыз, ол десе, яғни біріншісі әрекет, болмаса екіншісі әрекет деген схема бойынша. Біздің өмірде барлығы осыған байланысты, осы схема бойынша бізден көптеген шешімдер қабылдаймыз. Егер
есім is Данияр болса, біз жазамыз. Одан кейін мында біз tap дегенді басамыз. Tapты бір рет басайық. Сол кезде бұл біледі. Яғни осы блоктың ішіндегі әрекетті орындау керек. Print, өзіміз алдында өткен функция, ол не? Print, яғни print деген жазып шығарады, басып шығарады. Print, қалайсың, Данияр? Қалайсың? Дәке. Мысалы, дәке дейік. Осыны жазамыз да, шетіне шығамыз да, интерді басамыз. Мынаның кішкене веб-сайты сәл басқашалау екен. Мен кішкене сәл кішірейтейін сіздерге. Одан кейін тағы бір рет интер басам. Ол жазып шығарды. Яғни біздің мына шарт орындалып отыр. If есім is Данияр, print қалайсың, дәке? Міне, мұнда біз жаттайтын екі-ақ ғана сөзіміз бар. Мына if is дегеніміз жаңағы my name is Аслан десек, сол сияқты. Міне, осы сияқты көптеген біз шарттар жазамыз. Бірақ біз бұның бәрін біз бір жерде сақтауымыз керек. Біз мысалы осындай жақсы кодтар жазамыз да, кейін келесі күні біреуге көрсету керек болса, немесе веб-сайт қылдырып, немесе басқа бір софтвер қылдырып, адамдарға тарату керек болса, біз оны тарата алмаймыз. Біз құрымына shell'да жазып отқаннан кейін. Мына shell ортасы, қазір жауып тастасақ, ол жоқ болып кетеді. Сол үшін біз оны папкада сақтауымыз керек. Біз мына shell'дан шығу үшін біз Ctrl-D басамыз. Ctrl және D деген әріпті басамыз. Енді мынау біздің app.py. Кез келген Python файлдар әрқашан соңына py жазылу керек. Мысалы, кез келген менің веб-сайтым .py. Сол сияқты аттарды жаза береміз. Енді біз мұнда жазамыз өзіміздің кодымызды. Одан кейін нәтижесін көру үшін біз мына кнопканы басамыз, app.py деген сол жағымызда. Сол кезде нәтижесін осынан көреміз. Тура осыны біз мұнда жазсақ. Біз мұнда жазайық. If, мұнда ең бірінші біз не істедік? Есім тең Данияр дедік. Данияр. Бұл не істедік? Біз var жасадық. Екінші жолға не жазамыз? Енді кодымыз, өзіміз шартымыз жазамыз. If есім дегеніміз жаңағы variable. Variable'дың ішіндегі информация. Is Данияр болса, Данияр. Одан кейін өзіміздің қос нүктемізді қоямыз. Tab'ты басамыз. Интерді басамыз. Бұл жұмыс істеу ортасының жақсы, міне ол өзі табуляцияны жасап қойды бізге. Міне өзі шығып тұр. Онда болса біз не дейміз? Print Данияр болғаннан кейін, Данияр болса, онда болса біз оған не деп айтамыз? Қалай дәке? Қалай дәке? Енді біз мынаны Python'ды басайық. Python деген кнопканы сол жақта бассақ, астында нәтижесі шығу керек. Міне, астында көрдіңіздер ме? Қалай дәке дейді. Енді келесі жазайық. Мысалы, бұл осы схема бойынша орындады. Егер ма болса, Данияр деп жазамыз. Келесі тағы бір if шартын жазу керек болса, мысалы, ол деген Данияр емес, мысалы, ол деген Арлан болып қалуы мүмкін. Арлан болса, ондай болса, біз қайтадан if жазбаймыз. Осы кодтың жалғасы ретінде біз elif жазамыз. Бізге мында жазып қойдым. Бұл екінші if-тің түрі. Бұл сөздің несіне көп көңіл бөлмей қойыңыздар, бірақ ол несі? Біріншісі if жазамыз да, тағы бір шарт орындау керек болса, мысалы, жаңағы айтады ғой, егер сен маған той жасамасаң, мен деген саған шықпаймын. Егер сен маған квартира алып бермесең, мен кетіп қалам деген сияқты. Келесі if-тар көп болады ғой. Сол сияқты, мысалы, if. Енді келесі elif жазамыз. Тура сол if-пен тең. Енді не дейміз? Егер if есім is Арлан,
тура сол бойынша жазамыз. Қос нүкте. Егер жазбасақ, ол қос нүктені ұмыт кетеді. Яғни ал табуляция жасаймыз. Мысалы, жазбай көрсетейін сіздерге не болатын. Print қалай арке десек. Қалай арке десек. Енді мен мұнда әдейі қос нүктені қалдырып жазбадым. Сол кезде біз көрейік қателікті. Міне мұнда жазып жатыр. Elif есім изарлан синтакс error дейді. Яғни бізде синтакстан қате кетіп отыр. Енді біз қос нүктені қояйық. Сол кезде қалай дәке шықты. Не үшін? Себебі бұнда біздің есіміміз кім? Данияр болып тұр. Яғни бірінші шарт if есім Данияр болса, print не істейді? Басып шығарады. Қалай дәке? Екінші шартымыз бізде егер есімнің іші Арлан болса, яғни есімі Арлан болса, оған біз қалай әрке дейміз. Ал енді мұнда өзгертіп көрейік. Арланды аламыз да, мұнда жазып қояйық. Енді жазайық. Енді кодымызды жүргізейік. Сол кезде не деп тұр? Мұнда нәтижесінде қалай әрке деді. Енді бізде достарымыз көп. Мысалы, сол сияқты жаза берсек болады. Мысалы, Elif дейміз да, есім, тағы бір есімді айтайық. Есім из, мысалы, Радамир десек. Радамир дейміз да, қос нүкте қоямыз. Онда болса, келесі жолға print қалай радка дейміз. Қалай радка. Енді жазайық. Қайтадан кодымызды жүргізейік. Кодымыз әрине бізге не дейді? Қалай әрке деп айтты. Себебі біздің есім Арлан болып тұр. Біз мұнда жазамыз. Радамирға өзгертейік. Есім Радамир екен. Енді код келді, тексерді есім Радамир, одан кейін келесі шарттарды оқиды. Егер есім Данияр болса, қалай дәке деп жазу керек дейді. Айтады. Жоқ, бұл есім дәке емес. Келесі қандай шарт бар дейді. Келесі шарт, егер аты есімінің ішінде Арлан деп жазылып тұрса, біз қалай әрке деп жазамыз дейді. Үшінші есім, ол мынаяққа келді, осында келді. Жоқ, оның ішінде Радамир Арланға тең емес деді. Келесі код бойынша түсті. Айтады, есім кім дейді? Есім Радамир дейді. Онда болса мен қалай радка деп шығарам деді да. Міне мұнда бізге қалай радка деп шығарып берді. Одан кейін бізде тағы не болуы мүмкін? Мысалы, және бұлай, мысалы, бүкіл ауылдағы балалардың атын жазып шығара алмайсың ғой. Енді тағы біреусін жазсақ. Достардың ренжімесін деп. Егер есім из Алмат болса, ол үлкен кісі біздің ауылда. Онда болса, біз не дейміз? Print. Бұл кісіге ерекше сәлем беруге. Салам алейкум. Алмат аға. Енді жазайық. Қайтадан Python app.py басамыз. Сол кезде бұл нені шығарды бізге? Қалай радканы шығарды. Не үшін? Себебі біздің атымыз Алматқа тең емес. Енді мен Алматты аламда, есімге Алматты қойсам. Ал енді жазайық. Салам алейкум, Алмат аға деп шықты. Көріңіздер. Себебі ол қайтадан не істеді? Мынаның барлығын тексеріп келді. Соңынан шығарды. Енді бізде, мысалы, бүкіл қайтадан алдындағы да айтқандай, біз бүкіл ауылдың атын айтып шыға алмаймыз ғой. Мысалы, көптеген шарттар. Одан кейін біз өмірімізді қалған бүкіл адамдарға не деп айту керек? Мысалы, мұнда көрдіңіздер ма? If, одан кейін бірінші шарт кетті сол жаққа. If болса бірінші әрекет, elif болса тағы бірінші сол сияқты әрекеттер кете береді. Осы if пен elif біткеннен кейін ол тексереді, else бар ма деп. Біз соңына жазуымыз керек. Не деп жазуымыз керек? Яғни, біз else-ті әрқашан соңына қоямыз. Else дегеніміз кез келген басқа жағдайларды қамтамасыз етеді. Кез келген басқа. Біз мысалы
Арлан, Алмат, Данияр демейміз. Келесі біз не деп жазамыз? Else дейміз да, қос нүкте қоямыз. Қос нүкте қоямыз да, яғни бізде ешқандай шарт жоқ. Егер ат деген осы есім деген болмаса, print, оны қазір жазайын, түсінікті болады. Print, қалайсың, атын ұмытып қаламыз ғой кейде достарымыздың. Қалайсың, бауырым дей саламыз. Бауырым. Міне біз осылай ішімізден ойлаймыз, мысалы, аттарын білсек, біз аттарын айтып шығамыз да, одан кейін егер атын ұмытып қалсақ, біз не дейміз? Қалайсың, бауырым дейміз, иә? Мысалы, мұнда атын Мақсат деп қояйық. Мақсат. Қалайсың, бауырым дейді. Мысалы, жазайық. Енді Python-ды жүргізейік. Не дейді? Қалайсың, бауырым дейді. Бұл қалай жүзеге асты? Бұл Python ең бірінші көрді. Есім дегеніміз ол мақсат. Одан кейін келді мұнда бірінші шарт. Есім Даниярға тең ба? Жоқ. Бұны орындамайды. Есім Даниярға тең ба? Мынаны ең бірінші мына жол тексер, Арланға тең ба деді. Жоқ. Ондай болса, мынаны өткіз жерді. Мына іс-әрекетті қабылдамайды. Келесі, есім Радамирға тең ба? Жоқ. Ондай болса, мынаны да өткіз жерді. Сол сияқты мына Алматты да өткіз жерді. Одан кейін else деп көрді. Осы else маған керек дейді. Кез келген басқа ат болса, қалайсың, бауырым деп айтады. Мысалы, аты Мақсат болса, қалайсың, бауырым. Сол сияқты біз мысалы атын Руслан деп қойсақ, Руслан десек, тура сол жаңағы іс-әрекеттер жүзеге асады компьютерда, міне программада. Есім кім дейді? Руслан, Даниярға салыстырады. Арлан ба, Арлан емес, бәрін тексеріп шығады да, онда болса қалайсың, бауырым дей салады. Көрдіңіздер ме? Мұнда қалайсың, бауырым. Міне оп-оңай. Осы схеманы қарап алсаңыздар көздеріңізге оңай болып естеріңізге сақталады. Ал сіздер астына комментқа жазыңыздар. Ең соңғы осы видеоны қарардың алдында қандай шешім қабылдадыңыз осы егерге байланысты? Егер мынандай болса, мысалы, мүмкін білмеймін, егер осы сабақ оңай болса, мен лайк басам деген сияқты. Сіздердің ойларыңызды күтем. Қош, сау болыңыздар.